Жалпы андай ғой енді сұрап жатсыздар. Жалпы мен историямнан да бұрын негізі көрген шығарсыздар примерно шет жағасын не нәрсеге байланысты екенін. И андай ғой, өмірде жалпы енді 22-ақ жыл өмір сүрсем да біраз нәрсеге бүйтіп жағам ұстағам негізі. Біраз нәрсеге фу, ұятай деген, бірақ мынау енді кәдімгі патологы болды. Болмайды деген сайын бола береді екен ғой негізі көп нәрсе. Вот жағамды ұстап тұрмын жалпы. Негізі қатты эмоциональный адамда емеспін, бірақ сонда да бұл ситуацияда үйленейін деп жатқан қызы бар екенін біліп тұрып сондай видеоға келісіп тұрған или сондай видео салып тұрған қыз баласы кінәлі ма, или үйленейін деп жатқан қызы бар екенін біле тұра сол видеоны жасап тұрған еркек кінәлі ма деген сұрақ болады. Бірақ ол сұрақтың жауабы мен үшін біреу ғана. Бұл нәрсеге кінәлі еркек. Мен басқа бір адамдарды кінәлап олай істейтін адам емеспін. Өзі көрді, өзі таңдады, екеуі бір-біріне күшті жарасады, екеуіне болашақта тек бақыт тілеймін. Баршаларыңызға қалайсыздар? Кешегі видео жайлы толығымен сіздерге айта кетейін. Негізінде ондай видеоның болатынын және де ондай видеоның шығатынын ақерке толығымен курста болатын. Мен ешкімнен барып тығылып түсірген жоқпын, жасырып техничный кетіп қалған жоқпын. Өзіне бір ауыз сөз айтқан кезде жарайды мені түсіре бер деген еді, бірақ түсіріп болғаннан кейін төбесіне жай түскендей, төбесіне тас түскендей бүкіл оқырмандарға Сержанның қандай жаман адам екенін салып қойғанын мен де түсінбей қалдым негізінде. Съемкадан кейін барып бір ауыз сөз сөйлесейін десем сыртқа шығуға да ниеті болған жоқ, сөйлесуге даже құлшынған жоқ. Сондықтан мен өзім үшін бір вывод жасадым, просто адам өзіне бір кішкентай ілік, болмаса бір причина іздеп жүрді, осы видеодан тауып алды деп ойлаймын. Сондықтан қазір сен мен қандай нашар адам екенін жаза берудің қажеті жоқ, ақерке білетін ондай видео шығатын және де курста болған. Реклама ғой. Короче, айтып жатыр ғой енді ақерке бәрін негізі білген, оған сылтау керек болды, повод болды, керек болды деп. Негізі обсуждениені жақсы көрмеймін, бірақ енді темірді ыстық кезінде соқ деген ғой. Енді мені кішкене сондай неудачный положениеге тастап кеткен адамдарды мен неге аяуым керек деген сияқты әңгіме ғой. Я тоже буду до конца айта берем, маған бәрібір. Егер маған өзі точнее солайынан тиісетін болса, әңгіме айтып, ақеркеге повод керек болды деп. Повод всегда еркектерге ғана керек. Жалпы бұл өмірде қыздар повод іздемейді, кетіп қалғысы келсе кетіп қалады. Қыздарға повод ештеңе керек емес, просто мне с тобой некомфортно дейді, кете салады, қыз баласы болды. Ол еркектер сияқты измена жасап, повод іздеп, ондай әрекеттерге барып жүрмейді. Негізі қыздар, мен жалпы қыз болғаннан кейін жақсы білем ғой. Вот, солай қылып жазып жатыр екен. Енді білмеймін енді. Просто мне смешно даже наблюдать деген сияқты әңгіме ғой. Я негізі ол айтқандай мен отрицать етпеймін, шындықты мен екеуінің рекламаға түсу керек екендігін білдім. И ол нәрсе жаңағы сөйлесіліп тұрған кезде де бәрінде қасында болдым. Бірақ енді басқа адамдардың көзінше бір болады ғой, бір вайна жабысқан қатындар сияқты олай болғым келмеді. И мен андай қылып, и оған да көрсеткім келмеді. Жалпы мен бүйтіп бір самооценкасы төмен, қызғаншақ қыздар сияқты ондай болып қалғым келмейді негізі. И сондықтан мен ондай көрінгім де келген жоқ. И мен оған просто өзі түсінетін шығар деп ойладым. Егер де оның орнында мен болғанда, и маған сондай предложение болып тұрғанда, мен оны оған айтпастан істесем, ода вообще бұдан да бурный реакция болар еді, бұдан да бурный барлық нәрсе вообще хуже болады деді. И жалпы андай нәрсе ғой, просто менің андай қылып нететінім, ойланатыным да, маған айтады да, мен кетіп баратырмын мамама деп. И бармайым жарайды рекламаға деді. И сосын андай да, маған айтты негізі, я мен бармайтын шығарым, скорее всего деді. И мен білуімше ол мамасына кетіп баратқан болған. Мамасын алып кетуге, исыққа. И сонымен мен ойладым да енді қайтқан шығар деп. И каким-то образом мен сол видеоны көрем. И маған адамдар жібереді оны. И одан бөлек мен инстаграмға кіріп отырған жоқ едім. Историясын вообще ашқан да жоқ едім да. И дайректін просто оқи салсам, сондай нәрселер келіп жатыр. И одан кейін мен реакциям қандай болады деп просто ойлаймын да. И маған да қарсы жазып жатқан адамдарды. Жалпы андай ғой, не только видео. Просто ол жерде енді комментарий жазылды жарайды. Ол нәрсеге қатты мән берген жоқпын. Просто взгляд, даже бүкіл нәрсе бір көрініп тұрады ғой. И содан кейін
просто мен өзім үшін алуым керек нәрсені алдым. Қазір мен сендерге бір повод іздеп жатқан, бір не істерім білмей жатқан болады ғой, бір оның көзіне көріну үшін айтып жатқан адам сияқты көрінетін шығармын, базар жоқ. Бірақ маған просто енді білмеймін, андай үйленем деген сияқты әңгімелер болып жатқаннан кейін, той сияқты нәрселер болып жатқаннан кейін, бәрібір білмеймін, менің орнымда қандай қыз болса да тура мен сезінген ощущение де болатын бет деп ойлаймын да. Ну ладно, менің единственный кінәм, мен түспе деп кардинально оған қарсылық білдірмегенім шығар, бірақ мен анандай реально бағанағы стористе айтқандай, мен ондай бір дым көрмеген қыздар сияқты болып көрінгім келген жоқ просто. Бірақ бәрібір менің түрім ол субтитр тұрады менің түрімде барлық нәрсеге, и ол нәрсені түсіну керек еді деп ойлаймын да. И жалпы анандай ғой, просто жаңа мен айтқандай, мен ұстап қалғаным видеодағы взгляды болды. И бір сутка ол просто халыққа айта алмады, что ол жай реклама үшін түсіріліп жатырған нәрсе деп. И бір сутка маған неше түрлі нәрселер жазды. Менің де тума-туыстарым бар, барлығы не болып жатыр, ойбай Сержан Ақеркені тастап басқаға кетіп қалыпты деген әңгімелер. Ол әңгімелерді мен көтере алмаймын. Ал достар, ойлайтын бір дүние болған жоқ. Бастысы мен сұлумын, әдемімін, жаспын. Өмірім Құдай қаласа алдыда. Сол жатпаймыз, енді тіршілік жасау керек деген сөз получается. Вот кетіп бара жатырмын қазір бір жерге. Сіздерге де сәттілік.